Сәлем достар, сіздермен бүгін тортқа жазатын боламыз. Ол үшін глазурды микроволновкада 20 секундтан бөліп ертіп аламыз. Сосын оны арнайы кондитерлік қапқа салып аламыз. Бірден айта кетейін, бұл глазурды жеуге жарамайды, өйткені ол ақ шоколадтан жасалмаған. Ақ шоколад пайдаланса болады. Дәл осылай микроволновкада ертіп аласыздар. Силиконовый әріптерге керекті атымызды таңдап, сол әріптерге осылай видеодағындай құйып шығамыз. Маған торттың сыртына әсем 21 жаз деген керек болды. Сол үшін мен әсем деген атты жазып шықтым. Және де бұны қату үшін холодильникке салып қойсаңыздар болады. Әріптерді осылай глазурдан жасау тиімдірек әрине, бірақ шоколадтан да жасауға болады, бірақ оның бағасы сәл қымбаттау шығады. Осы глазурдан торттарға арналған шариктарды де істеуге болады. Оған да арнайы осындай силиконовый шариктар сатылады. Барлық керек әріптерді толтырып болғаннан кейін видеодағындай осылай сілкіп аламыз және артық глазурды осылай спатуланың көмегімен алып тастаймыз. Холодильникқа 15-20 минутқа жібереміз. Сосын қатып дайын болғаннан кейін ақырын аламыз. Тез алуға болмайды, өйткені ол сынып кетуі мүмкін. 21 санын дәл солай қайталап шығамыз, оны да холодильникқа жібереміз. Әріптерді де сандарды да золотисты кондуримен бояп шықтым және торттың сыртын әсемдедім. Сіздермен болған Мадина Каркенқызы. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.